Баршаға сәлем, сіздермен Ықылас Аралбаев. Бүгінгі сабағымызда JSX һәм стейтлер хақында сөйлесеміз. Яғни өткен сабақ сіздермен компоненттер хақында сөйлестік, яғни компонент қайтып істейді, оны қалай шақырамыз. Ал бүгін болса сол компоненттің ішіндегі кодларымыздың стильдері не үшін бұндай синтаксис жазамыз. Соны көріп шығамыз. Яғни SLC-дің ішінен келін компонент деп бап қашамын. Оның ішінен мысалы үшін келін қандай проект болсын бізде. Мысалы үшін форм болсын қандайдыр .jsx. Хоп. Енді мен кеше көрсеткенімдей компонент жаратуым керек. React компонент. Компонент білеміз, бұл бір функция. Яғни қандайдыр элемент, React элемент қайтаратылған функция. Мысалы үшін function form. Бұны сызықлы функция қылуы мүмкін. Яғни бұл әзір apply функция, бізде оны error function қылуымыз мүмкін. Form тең, мысалы үшін хоп, ол жерде шартамыз. Бұны зерттеп сұрайтын болсаңыз, бұл GitHub Copilot, егер астылып айтатын болсақ. Бұл зор нәрсе, негізінде жұмыс процесінде уақытыңызды тежеп береді. Бірақ баслануына сағат бермеймін, сіздер лентай болып қаласыз. Лентай. Хоп, кейін қандайдар да input келіп түссін. Бұл соңғы жетеді, бізде props деген нәрсе бар. Бұны кеше сабақта түсіндіріп өттім, яғни бұл негізінде мынандай props болып келіп тұрады. Һәм бізде білеміз объектілерде деструктуризация деген нәрсе бар. Мысалы үшін константа объект қылып тұрып, кейін соны түсіндіріп өтейін. Константа user тең name John болатын болса, мысалы үшін мен енді userдан пайдалану үшін, яғни userдің ішіндегі name'дан пайдалану үшін user.name деп отыруым керек болады. Сондай алып отырмауым үшін константа қандай алып тұрып, тең userдің ішінен маған name деген кейді әкеп берді. Енді name'нің өзін деп ол жерден андай пайдалану мүмкін. Яғни бұл мына нәрсенің өзі деструктуризация. Бұл JavaScript-ің өзінде бар нәрсе. Ал мына props'тағы нәрселерді сондай қылып мен алуым мүмкін. Мысалы үшін маған submit келуі мүмкін. Тағын зат келуі. Құлас соғысқан нәрселерді, яғни props'тан келіп тұрған затларды прямо сөзден алуым мүмкін. Хоп, формның баслангыч таймы бар. Келін мысалы үшін button болсын. Да, button type submit. Apply затларды толтырып жіберетпен уақытты тежеу үшін. App.js-ке барып тұрып, жерге будильничке бұрап қалды. Так, форм деймін. Формды қайтадан келеміз. Өзіміздің экспорт. Біздер формды экспорт қылмадық. Яғни өткен сабақта түсіндіргім. Export деген нәрсе. Export default form. Һәм келіп тұрып import form өзіміздің components деген папканың ішіндегі form файлынан. Your name и submit деп түсті. Енді не аламыз? Мысалы үшін мен не ала жақпан. JSX синтаксисын көріп шыға жақпан. Келін apply нәрседен басылайық. App.js-ке өтеме, яққа келіп тұрып, келін формның өзіне өтейін. Формның өзіне, мысалы үшін константа user name жаратамын. Кейін, мысалы үшін John Doe болсын. Енді мен осы John Doe'ді не алуым керек? Формның ішіндегі, h1 hello John Doe. Welcome to back. Менше дұрыс жаздым. Осы жердегі hello-дан кейінгі John Doe'ді мен динамик қылуым керек. Яғни мен жақтағы өзгерушінің значениесін әкеп қоюым керек. Негізінен бұл жерде John Doe болуы мүмкін, немесе Ықылас, мысалы үшін Аралбаев болуы мүмкін. Ол JavaScript-тен мысалы үшін backend-тен келуі мүмкін. Соның үшін мына username-ді мына кіртуім керек. Apply JavaScript-тен не алатын едік? Неге мысалы үшін қандайдыр b деген ба қалайға бір тегті қойып тұрып, оған ID беретін едік, name деп. Кейін оған мысалы үшін document.get element by ID, get element by ID, name деген ID элемент тау, оған inner HTML қылып, затты username деп отыратын едік. Бұлан қазіргі моментте мысалы үшін істеуі мүмкін. Бірақ бізде бұл
бұл түрден пайдаланбаймыз. Бұл API өзіміздің JavaScript'тегі real DOM. DOM деген затты өттік қосылармен. Яғни Document Object Model. Real DOM дегені бұл өзіміздің браузердің өзінің DOM-ы. Ал біздер JSX синтаксисте virtual DOM-нан пайдаланамыз. Хоп. Келін бұл тегі тұра өсін. ID-ге өшсемін. Мен мына юзернеймді алып тұрып, неге кіремін, бұл тегінің ішіне curly brace, яғни фигурная скобка ашамын. Соның үшін юзернеймді просто тап қоямын. Save қылып қарайтын болсақ, неке. Hello, Ықылас Арғылбаев. Welcome to back. Яғни мен сол үшін Ықылас Арғылбаевтың орнына неге John Doyын жазып қоятын болсам, Hello John Doy, welcome to back деген зат келіп түседі. Бұл сол дәрежеде аңсат, яғни бізге қолайлық береді JSX синтаксисі. Яғни бұл даже мынандай деп аталады. Syntaxis sugar. Яғни JavaScript'тің ең HTML мен CSS-дің ең sugar варианты. Sugar дегені құм шекерді, шекер вариант деймін. Да. Яғни осындай. Мынақтағы кодты, JavaScript'тегі кодты арқайынмен HTML-дің ішіне алып кіруі мүмкін. Енді біз білеміз, форумда onSubmit деген event бар. Ямыса, баттының өзінде onClick деген event бар. Яғни eventlер хақында өткен нелерді сөйлесек сіздермен. Бізде сол eventlарды сөйледен тұрған алда handle қылуымыз мүмкін. Яғни ұстап алуымыз мүмкін. Келін, мысалы үшін мен функция жаратамын. Яғни біздер мысалы үшін недегі істейтін функциялардың әммесі form, яғни осы компоненттің ішінде болу керек. Сыртында болуы мүмкін, бірақ ол recommended қылынбайды, сөйледегі өзгерушілердің пайдаланылмай қалуымыз мүмкін. Енді ол кейслерден түсіндіріп өтемін кейін. Константа, мысалы үшін handle submit да. Handle submit болған уақытында ол бізге event қайтарып береді. Давайте form submitted деген қандай бір нәрсені консольға шығарамыз. Handle submit'ті алып тұрып, формға барама енді. И он submit болған уақытында деймін. Handle submit функциясын шақырылсын деймін. Мен функцияны андай шақырып қоймаймын. Ол кезде ол handle submit болуын күтіп отырмайды, прям шақырып кетеді. Соның үшін не болмыз керек? Просто функцияның атын беріп қоймыз керек. On submit бұл React. React өзгертті бұны. Яғни алдын қандай еді? Алдын on submit еді. Қазір болса on submit болып, мына басарып өтті мұны. Save қыламын, қараймыз. Мысалы үшін посмотреть код. Бұл қандай да ошибка бар. Да, болды. Күшейтемін кетті. Мысалы үшін hello деймен submitті басамын, қарам. Берге form submitted шықты, бірақ сайт жаңалап кетті. Негесең, бізде білеміз, форумның event'і бар. Event сайтты обновление қылу құсусиятыға еге. Оны өшіру үшін бізде event.prevent default функциясын шағып қойымыз керек болады. Енді қараймыз. Enter your name, class Аралбаев, submit. Басаман, form submitted шықты. Яғни, form submit болды, біздердің event'ымыз істеді. Бұлам JSX-тің синтаксисі, сөздегі синтаксисі, аңсат синтаксисі. Енді, мысал үшін мен input'тағы датаны алуым керек. Бұны енді API-ы өзіміздің деханша жолы event.target-тың нөліншісінің, яғни нөлінші дегені мұнаның ішіндегінің нөлінші элементтің value'сын алуым керек. Бірақ қазіргі моментте бізде value, бұл жердегі input элемент нөлінші болып тұрған жоқ. Бірінші болып тұрды, яғни мынау нөл болса, мынау бір болып тұрды. Давайте мен h1-ды алып тастайын. Нөл болып қалсын. Енді көреміз. Enter your name, class Аралбаев. Submit басамын, class Аралбаев келіп түсті. Қақтан келіп түсті ол? Console log'дан. Енді бұл нормальный жол, бірақ реал проекттерде бұл жолдан пайдаланылмайды. Input'тың value'сын алу үшін. Бұл жерде бізге енді state деген нәрсе керек болады. Кейін мынаны өшірсеймін. Бұл уже маған керек емес. Қарам. Сол жерде таймлайнда state деген жерге өттік уже. Біздер API өзгеруші қылып тұрып let, мысалы үшін full name тең пустой алып қоямын. Һәм input'қа value беремін full name'ді.
и input'тың өзінің on change деген event бар. Яғни егер input'тың value'сы input'қа зат бір нәрсе кіртілсе, емесі өшірілсе, ол бізге event қайтарып береді. Һәм біздер full name тең event.target.value деген затты көруіміз мүмкін. Қылуымыз мүмкін, иә? Event full name тең болсын input'тың value'сіне. Төгетін зат болады. Ешнәрсе заман маған ешнәрсе жазылып отқан жоқ. Мен бірақ кнопканы басып атпан. Не үшін ондай? Егер мен full name-ға мысалы үшін default value деп жазып қоятын болсам, маған default value келіп түседі, базар жоқ, гәп жоқ. Бірақ жазсам, өшірсем, өзгермейді. Не үшін? Себебі біздің virtual DOM array-let'ті list-тен қылмайды. Вообще андай бір түрлі сөз болды ма? Яғни біздің компонентлеріміз, бізде сол логикаға түсіміз керек. Thinking React па, короче, сондай бір түсінік бар, яғни React-тағыдай болып ойла деген. Яғни бізде білеміз API JavaScript-те мысалы үшін қандай да нәрсе өзгерсе, соны өзгертіп тұрған функцияны қайттан шақыруымыз керек болады. Яғни визуалный тараптан өзгертуіміз үшін. Ал bu yerде болса біздер form деген компоненттің өзін қайттан шақыра алмаймыз ғой. Бір мәрте шақырылады ол. Вот. Соның үшін енді не қылуымыз керек? Біздер API өзгерушіден бұндай жерлерде, бұндай мақсатларда пайдалана алмаймыз. Біздерге уже state деген нәрсе керек болады. Яғни state енді қалай бізде алуымыз мүмкін? Келің, жоғарысынан state жаратамын. Константа state жарату үшін маған мынандай 4 мүйішлік брекетлісі керек болады. Бірінші болып маған state-тің аты керек. Яғни мысалы үшін full name деген бар екен. Давайте user name деймін. Set user name. Хоп, не үшін user name һәм не үшін set user name болды? Қара. Біз мына жерден тең use state деген hook-тан келу керек. Use state болатын болса, өзіміздің import use state from React-тан келу керек. Use state деймін, ашамын, ішін пустой қылып, string қылып қоямын. Енді қара. Түсініксіз болып кеткен болуы мүмкін, бірақ ең аңғасатын жерлері бұл. Арқан үйреніп аласыз қазір. Username бұл мен мына value-ді қайтарып алуым үшін. Яғни мен қазір console.log username дейтін болсам, маған мына пустой string шығады. Егер мысалы үшін жерге салом деп жазып қойып, username-ді консольға шығаратын болсам, маған салом деген string қайтады. Ал бұл түсінікті. Set username не? Set username бұл сол username-ның значениесін өзгерту үшін. Бізде жерге салом деп жазып қойып, өмір бақи өзір таңда жазып отқаннан таңға будильникке қойғаннан кейін будильник шыңғырап жатыр. Set username бұның значениесін өзгертеді. Хоп. Келің енді мен мынаны өшірсеймін. Username-ді алып тұрып, input-тың value-сына беріп қоямын. On change-ға set username беріп қоямын, һәм оның ішіне event.target.value-ді беріп қоямын. Яғни input-тың value-сы. Value деген значение. Save қыламын. Енді қараймыз. Енді келің username-ді мен консольға шығарайын. Console.log username. Қараймыз. Қарайтын болсақ, формның 11-ші қатарынан маған уже пустой бір нәрсе шығып жатырды консольға. Еш нәрсе жоқ, пустой шығып жатырды. Егер мен мына жерге мысалы үшін default value деп қоятын болсам, маған default value шығады. Сайтқа кіремін, default value шығып тұрды. Мына жерде default value деген зат бар. Не үшін? Себебі біз сол username-ді, мына username-ді input-тың value-сына беріп қойдық. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді мен кеп тұрып өшіретін болсам, не жатыпты? Значение өшіріп жатыпты. Яғни, жерде console.log-қа қарайтын болсам, әрбір өшкен уақытында бізге console.log-қа username-ның value-сын қайтарып беріп жатыпты. Яғни сол, біздер API let, константа мысалы үшін var арқалы өзгеруші жаратып тұрып, оны өзгертетін болсақ, визуалный тараптан ол өзгермейді. Значениенің өзгеруі мүмкін, бірақ көрініс тарапке ол өзгермейді. Стейтлар бізде соның үшін керек. Мағлұматларды сақлап тұру үшін, һәм мағлұмат өзгерген уақытында экранға, "Ей, братан, мен өзгердім." Экранға қайттан таза мағлұмат шығар деп айтып тұру үшін керек болады. Стейтлар бізде соның үшін керек. State
түсінікті болды деп ойлаймын. Bu yerде главный нәрсені use state орындап беріп тұрды. Һәм бұл 4 меш қосылмалардың ішінде тұруы шарт. Олардың біріншісі мәліметті қабылдап алу үшін, консольға шығару үшін, қайергедір көрсетіп қою үшін. Ал екіншісі сол мәліметтің значениесін өзгерту үшін. Түсініп қоя не екен? Хоп. Түсінікті деп ойлаймын. Онда қиын темалар емес бұл. Енді келің, мен бір нәрсені сізге әзір түсінуіңізді білмей тұрмын. Яғни LED-тен жазылған өзгерушінің экранға не үшін өзгермеуі. Келің, мысалы үшін мен LED count деген 0 деймін. Форм тұра берсеңізші. Button ашамыз. Мысалы үшін increment. И нерде өзіміздің count тұрсын. Қараймыз. Increment түсті. Мен әр сапарынан басқан уақытында бұл бір санға асу керек. Сонда функция іздеймін. Function increment деген функция. Countқа плюс дегені білесіз не екендігін, плюс 1-ді қосып кетеді. Плюс тең 1. Осыған тең бұл. Немесе count тең count плюс 1-ге тең. Яғни үшеуі бір нәрсе, жаңағы істеген нәрсе. Сондай мақсат қылып қоямын. Incrementті buttonның оң клигіне беріп қоямын. Енді increment мына оң клик болған уақытында increment істейді, increment істеген уақытында count'тың бұрынғы значениесіне 1 қосылып барады. 0 болса 1 қосылып тұр, 1 болады, 2 болса 1 қосылып тұр, 3 болады, соңғысы. Енді қараймыз, келеміз, басамыз, не болады? Істемейді. Егер мен әр сапар count'ты өзгертіп болғаннан кейін count'тың таза значениесін консольға шығарып қоятын болсам, не отырыпты? Өзгеріп отырыпты. Айтатпауын. Өзгеруші өзгереді, бірақ өзгерушінің өзгергенлігін визуалный тәрізде бізде көре алмаймыз. Яғни React оны listening естітпейді, ол естітпейді. Ол мына өзгеруші. React үшін жоқ. Ал біздер React-қа айтуымыз керек. Яғни оны state арқылы айта аламыз. Count, set, count. Жаңа айтқандай, яғни count бұл экранға шығару үшін, қайергедір консольға лог қылу үшін, мысал үшін, set count оны мәліметін өзгерту үшін. Тең use state React-тан импорт болуы шарт. Импорт болмаса оны сата алмайсыз. Һәм оған default значение, яғни по умолчанию значение беріп қоямыз. 0 береміз. Бұл любой типте болуы мүмкін. Алтта көп пайдаланамыз енді. Арқайын болайын. Көшсеймін, уже берді count тең деп тұрып, мына қараң. Бізде мына оқылайтын нәрсені, бұл read only деген нәрсе. Яғни бірінші значение бізде read only. Екіншісі setter. Яғни count бізде read only. Тек қана оқи аламыз. Оны есітқа тең қыла алмаймыз. Set count бұл setter, яғни мәліметті өзгерту үшін. Соның үшін бізде count тең count плюс 1 қылып қоя алмаймыз. Біз арқылы өзгертеміз. Set count арқылы өзгертеміз. Set count плюс 1. Түсініп қоя? Хоп. Келін мына жаққа шығарып қоямын. Өрсеймін. Енді көреміз. Неке. Меніңше түсінікті болды. Хоп, бүгінгі өтіміз керек болған қысқа сабақ болды. Өткен сабақта айтқанымдай қысқа қылып шығарамын сабақтарды, сіздердің ішіңіз пысып кетпеу үшін. Яғни мәліметларды стейтті сақап үйрендік. JSX форматын үйрендік. JSX бойынша үйренуді давам етеміз кейінгі сабақтарда. Һәм текарғы өткен затымыз біздермен state. Бұл главный нәрсе. Бұл жүден көп пайдаланатын нәрсе. Хоп, онда сіздермен бірге болған ықыластар байып, видеоға лайк басың, қандайдыр комментарий жазып қалдырың. Бұл үлкен мотивация болады. Егер қызық басаңыздан просто жазып кете берің. Кімгедір пайдасы тиген болады сонымен. Қош сау, саламат бол.